барлықтарыңызға кезекті біздің мини сайтымызды жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге Google керек болады, және де интернет болса болды. Ол жерге mssg.me деп жазамыз да, сайт перейти старт дегенге кіреміз. Осы жерден міне www.mssg.me-ға кіреміз. Біріншісінде тұрғанға кірмейміз, екіншісінен кіреміз. Енді осы жерде бізде создать бесплатно дейді. Регистрация жасаймыз. Ең алдымен барлық сайтқа бір нәрсеге кіру үшін өзіміздің email почтамызбен регистрация жасаймыз. Өте деген үстін бастым мен. Қазір осы жерден регистрация жасайтын боламыз. Через Google. Енді бізде осындай бет шықты. Біздің бірінші сайтыңыз дейді. Сіздің бірінші сайтыңыз. Енді плюсикті басамыз. Осы жерден өзіміз тағы да плюсикті басып, өзімізге керекті қосатын нәрселерімізді алып аламыз. Бізге керек профиль, заголовок, профиль керек болады. Мессенджерлер керек болады бізге да. Енді осы жерден біз бірінші профильден бастайық толтыруды. Өйткені бізге профиль керек болады. Мына жерге обложкаға өзіңіздің фотоңызды қойсаңыз болады. Дайындап қойған. Осылай бір фотоны ала салдым. Мына жерге обложка арқасына, жерге логотипке тоже қоюға болады. Мен фотоларымды көрсетіп жатқан жоқпын. Сол үшін тоқтатып тұрып түсіріп жатырмын. Енді қазір обложканы қойдық. Енді логотипке өзіміздің фотомызды қоямыз. Міне қойып алдық. Енді мына жерге өзіміз текст жазсаңыз болады. Сәлем достар, қыздар деген сияқты. Өзіңіздің инстакаунтыңызды, YouTube каналыңызды тіркеп қойсаңыз болады. Осылай. Сосын добавить дегенді басамыз. Біздің бірінші бетіміз дайын болды. Өзіңіздің дизайныңызға қарап жасайсыз. Бұл жерде түрлі өзгертуге болады. Тағы да плюсикті басамыз. Осы жерден бізге мессенджерлар керек болады. WhatsApp номеріңізді жазасыз. Мына жерге өзіңіздің қолданып жүрген міне WhatsApp қойылды. Енді Telegram өзіңіздің каналыңызды жазасыз. Осылай. Viber болса Viber қоясыздар. Контакт болса контакт қоясыздар. Осылай өзгерте бересіздер. Былай қоюға да болады, былай қоюға да болады. Былай қойған әдемі көрінеді. Енді добавитті басамыз. Міне бізде осылай мини сайт шықты. Енді өзіңізге керек каталогты қойсаңыз болады да. Каталог. Каталог қою үшін бізде ақша ұстайды. Сол үшін қазір қоймаймыз. Енді
социальный сети. Мына жерге фото қоюға болады тоже. Қараңыздар. Осы жерге мысалы бір фото қоюға болады. Сосын астына ссылка қоюға болады тоже. Яғни WhatsApp ссылкасын, Telegram ссылкасын, тағы қандай Instagram ссылкасын қоюға болады. Мына жерге изображениенің үстін басып, өзіңіз осылай бір фотоны қоя саласыз. Мына жерге ссылканы қоя саласыз. Добавитті басып, осы жерге өзіңіздің ақпараттарыңызды алдын ала дизайнмен жасап, осы жерге фото ретінде қоюға болады. Енді цитата тоже жазуға болады. Абайдың сөздерін жазуға болады. Маған керек емес. Бұл жерде өте көп выборлар бар. Таймер қоюға болады тоже, да. Добавить деп басып қоясыз. Міне таймер осынша уақыттан кейін бітеді деген сияқты. Разделитель деген ол арасын бөліп қою деген сөзді. Былай бөлінеді или былай. Осы жерден өздеріңіз бүйтіп бөліп ала бересіздер. Добавить басып, типа бөлінеді. Енді қараңыз. Енді тағы да плюсикті басамыз. Біз жаңа ссылка, өзіңізге керек ссылкаларды қойсаңыз болады. Яғни прямой WhatsApp-қа жіберу үшін WhatsApp-тың ссылкасын қоясын, URL ссылкасын алып барасыз да, вставить етіп қоя саласыз. Енді маған бұлар ешқайсы керек емес. Енді қайтадан плюсикті басамыз. Текст жазатын болсаңыз, мына жерде көп қылып текст жазуға болады. Мына жерде галерея деген сияқты. Енді осы жерден қараңыз, өзі оригиналдан квадрат таңдасаңыз, ұзын осылай квадратик болады. Осы жерден добавить фото деп қоя бересіз. Мына жерге загрузиді басып, 5-6 фотоны қоюға болады. Например, қазір мен көрсетейін. Үстін басасыз. Загрузиді басасыз. Осы жерден өзіңіз бір фотоны қоясыз. Добавить еще одно дейді. Тағы да загрузить етесіз де, тағы да фото қоясыз. Сонда сіздің фотоңыз карусель сияқты жылжып тұратын болады. Міне осылай 5-6-дан қоюға болады. Яғни бұл жерде сіздің табарларыңыз болса, табарларыңызды тоже қоюға болады да. Міне осылай қоя бересіз. Міне квадратты не үшін таңдатып? Квадратты әдемі көрінеді, полностью бізде барлық суреттердің бәрі квадратпен салынады. Бұлайынан болса, міне жартысынан алынып қаласыз. Ол үшін барып, жөндеп, қайт барып қою керексіз. Сол үшін біз квадратты таңдадық. Квадратта полностью кәдімгі өзіміздің фотомыз болады. Сосын добавитті басасыз да, міне осылай карусель сияқты өзі жылжып тұрады. Астына сөз жасаңыз да болады, яғни товарыңыздың сөзін жасаңыз болады. Енді біз сурет қойылды, таймер қойылды, барлығы қойылды. Мына жерде енді график, то есть видео галерея қойға болады тоже. Өзіңіздің жасап қойған видеоңызды қоюға болады да. Осы жерден тоже квадратты таңдаңыз, өйткені бізде фотолардың барлығы, видеолардың барлығы осы квадрат түрінде сохранить етіледі. Енді гифки тоже қоюға болады. Стикер қоюға болады.
Енді осылай жасай бересіздер, өздеріңіздің дизайндарыңызды қарап құрастырып жасай бересіздер. Мына жерде таймерді өзгертуге болады, үстін басасыз да қашанға қашан турлайсыз деген сияқты өзіңіз мына жерден есептеп аласыз, установить ете саласыз. Осылайынан сосын сохранить етесіз, болды. Енді бізде мына қазір сохранить етілгеннен кейін өзі былай жүріп отырады, қазір көрінбей тұр, жүрілмей тұр. Енді опубликовать дегенді басамыз. Мына жерде сіздің доменіңіз дейді. Домен подключить етесіз ба? Подключить етсеңіз үстін басасыз. Мына жерде өзіңіздің атыңызды өзгертуге болады, Жанар деп. Опубликовать уже занят дейді. Жанар.ж опубликовать басасыз. Міне сіздің сайтыңыз дайын болды. Енді осыны копировать етесіз. Копировать адрес. Міне енді барып өзіңіздің керек жеріңізге барып қоясыз. Сайт деген жерге апарасыз да вставить етіп қоясыз. Міне енді осының үстін бір рет басып көресіз қалай жасалды дизайн. Міне осылай жасалды бізде. Толтырып жасауға болады өзіңіздің қалағаныңыз бойынша. Мен азкентай қылып жасай салдым, өйткені бұл маған керек емес. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар.